لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام، فإذا كان يجب أن يكون دينهم الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بزير الدرس الرابع دوتك. الدرس الرابع ده أنواع الأفعال دي نتكلم باتمز، يعني يستكن تلير اشتلوات وفعل أمر بات، يعني فعل مضارع بات، يعني فعل أمر بات، يعني وتنشق والشخص يعني بيرق түрінде. Сол өткен сабақтың үй тапсырмаларының жауаптарын айтамын, дәптерлеріңізге белгілеп аласыздар. Ат-тадрибату тапсырмалар. Ат-тадрибул аувал бірінші тапсырма. Ихтар мимма байнал қаусайни ма юнасибу ма тахдау хатт. Жақшаның ішіндегі осы мады, мудари және амр деген үш сөз берілген. Осы жақшаның ішіндегі нәрсені мына асты сызылған сөзге сай келетінін таңдайсыз. Яғни мен жерде асты сызылған сөздер бар. Бұл сөздердің барлығы етістіктер. Сол етістіктің түрі қайсы түрге жатады? Осы шақ па, бұйрық па, әлде өткен шақ па? Соны таңдайтын боласыз. Мысалға, біріншісінде шакарат талибул устаза деп тұр. Студент ұстазға рахмет айтты. Бұл фи'л мадин ба, мудари ба, әлде амр ма? Бұл фи'л мадин болады. Екіншісі уктубит дарса. Сабақты жаз. Сабақты жаз. Бұл өткен шақ па, әлде осы шақ па, әлде бұйрық па? Бұл бұйрық болады. Үшіншісі лам ялид ва лам юлад. Бұл тумады және туылмады. Ихлас сүресінде. Бұл фи'лу мадин болады. Фи'л мадин. Төртіншісі инна а'тайнакал каусар. Біз саған каусарды бердік деп жатыр Құранда. Бұл фи'л мадин ба, амр ма, мудари ба? А'тайнака. Біз саған бердік. Бұл фи'л мадин болады. Фасалли ли раббика ванхар. Фасалли намаз оқы деп жатыр. Бұл бұйрық. Ванхар, және Раббым үшін сой, құрбан шал, бұл фи'л амр болады тоже. Одан кейін екінші тапсырма. Екі тапсырмада не деп жатыр? Акмил би фи'лин мунасибин мимма яти. Мына жерде бос орындарды сай келетін етістікпен толықтыр деп жатыр. Мына жерде нама, исма, вазана, тахуз, барака, тадфау, инзил, шакара деген сөздер тұр. Осы сөздер қайсы сай келеді өзінің орнына? Соны таңдайсыз. Мысалға бірісінде ал-муаззафу ал-хақаиба деп тұр. Бұл жерде исма, вазана, тахуз, тадфа, инзил, шакара. Қайсы сай келеді? Бұл жерде вазана ал-муаззафу al-haqaiba болады. Екісінде ат-тифлу ала сарир болады. Бұл жерде нама ат-тифлу ала сарир. Нама ат-тифлу ала сарир болады. Үшіншісінде al-бинту болып тұр. Al-бинту. Al-бинту ta'khuzul qalama min ummiha болады. Қыз бала анасынан қаламды алып жатыр. Төртіншісі min al-hafilati fil mahattati. Бұл инзил болады. Инзил минал хафилати фил махаттати. Остановкаде автобустан түс деп жатыр. Бесіншісі ал-уджра qabla an tanzil болып тұр. Бұның жауабы тадфау al-ujrata qabla an tanzila болады. Яғни түсуден бұрын жолдың ақысын төлейсің деп жатыр. Одан кейін исма каламал устази. Ұстаздың сөзін тыңда деп жатыр. Одан кейін соңғысы баракаллаху фика. Алла саған береке берсін. Үшінші тапсырма. Ат-тадрибу ат-талис. Үшінші тапсырма. Хауил мин ал-мади иля ал-мудари кама фил мисал. Өткен шақты осы шаққа айналдыр деп жатыр. Мысалға хатамал муаззафу джаваза.
Жұмысшы паспортке печать қойды. Бұны осы жаққа айналдырған кезде яхтимул мавзуфул жауазы. Жұмысшы паспортқа печать қойып жатыр. Назара Махмуд илан нафиза. Бұның жауабы янзуру Махмудун илан нафизати болады. Янзуру Махмудун илан нафизати болады. Екіншісі фатаха саиқул баба. Бұның жауабы яфтаху саиқул баба. Яфтаху ас-саиқул баба. Üçüncüsü secdel imamu lillah. Secdel imamu lillahi vat. Bunun cevabı yescudul imamu lillahi. Yescudu. Мен негізінде бәрі орнына жазып бердім, бірақ маған ноутбукпен жазу қиын болып тұр. Сол үшін тыңдап жазып аласыздар. Yescudul imamu lillah. Одан кейін васалат фатимату илал бейти. Фатима үйге жетті. Оның жауабы тасилу فاطمة إلى البيت ودين سمعت الطالبة الدرس من جواب تسمع الطالبة الدرس الدرس التدريب الرابع تفسر حول من المضارع إلى الأمر كما في المثال مثال داغداي осы шақта болып жатқан етістіктерді бұйрыққа айналдыр деп жатыр. Мысалға яхмилу талибу аль-китаба. Студент кітапты арқалап бара жатыр. Бұны бұйрық райына айналдырған кезде ихмилил китаба, кітапты арқала деп жатыр. Ядхулу Махмудун ас-салата. Махмуд залға кіріп бара жатыр. Бұны бұйрық айналдырған кезде удхул ас-салата вот. Удхул ас-салата. Залға кір. Яду ракибул жаваза фил хақибати. Жолаушы паспортын сумкасына салып жатыр. Бұның бұйрық айналдырған кезде ба ал-жаваза фил хақибати. Паспортты сумкаңа сал. Нушахиду фил тариқи жусуран. Жолда көпірлерді көріп жатырмыз. Бұны бұйрық райына айналдырған кезде шахид фил тариқи жусуран. Шахид фил тариқи жусуран. Жолда көпірлерге куә бол, немесе көр. Хинду тадрусу фил маркази. Хинду тадрусу фил маркази. Хинд деген қыз бала марказда оқып жатыр. Удруси фил маркази. Марказда оқы. Қыз балаға айтылады. Юназзиму шуртиюл мурура. Милиция жолда реттестіріп жатыр. Бұны бұйрық райына айналдырған кезде наззим аль-мурура болады. التدريب الخامس باسم تفسير ضع فعل المضارع بدلا من الماضي فيما يأتي. бұл жердегі яғни فعل ماضيдің орнына فعل مضارعты қою керек. Яғни өткен шақтың бұл жерде кілең өткен шақтар берілген. Осы өткен шақтар берілген етістіктерді осы шаққа айналдыру керек. Мысалға خرج الفلاح إلى عمله في الصباح وحمل الفأس وسقى النبات ثم رجع إلى البيت وأكل الطعام ثم صلى الظهر ونام. يخرج الفلاح إلى عمله في الصباح ويحمل الفأس ويسقي النبات ثم يرجع إلى البيت ويأكل الطعام ثم يصلي الظهر وينام. жазып берер едім, бірақ маған қиын болып тұр бауырлар. Баракаллаху фикум. At-tadrib as-sadis. Егер бауырлар жаза алмайтын бауырлар болса, маған жекеге шықса болады. Телеграм арқылы жауабын жазып бере аламыз жазбаша иншалла. At-tadrib as-sadis. 6-ncı тапсырма. Уктубу al-amra min al-fi'l allazi bayna al-qawsayn. Жақшаның ішіндегі екі жақшаның арасында, яғни сөздерді бұйрық түрінде жаз деп жатыр. Мысалы мына жерде яфтахул баба я Мухаммад болса, бұны бұйрыққа айналдырған кезде ифтахил баба я Мухаммад болады. Одан кейін әл-малабису я Сара. Сара деген қыздың аты. Бұл тақсиру. Игсили әл-малабиса я Сарату. Ей Сара, киімдерді жу. Киімдерді жу. Ясмауна ад-дарса, мынау ясмаунаны бұйрыққа айналдырған кезде Исмау ад-дарса я туллабу. Ей студенттер, сабақты тыңдаңдар. Иқра я Мухаммад болады. Иқра я Мухаммад болады.
одан кейін иқра суар al-ихлас вал муауизатайн вастахриж минха al-афъал биануаиха. Бұл жерде Ықылас сүресі және Фалақ, Нас сүресін оқып, ондағы етістіктерді шығар деп жатыр. Сосын оның түрін айтты. Мысалға, құл хуаллаху ахад, мына жерге құл деп жазасыз, мына жерге оның түрі амр. Осылай жаза бересіздер. Валлаху а'лам. Бізде жаңа сабақ иншалла. Ад-дарсул хамис, бесінші сабақ. Ад-дарсул хамису, бесінші сабақ. Махмудун фи шаққати. Махмудун фи шаққати. Біздер Махмудтың басынан кешіп жатқан оқиғаларын өттік. Тоқтаған жеріміз осы жер. Махмуду фи шаққа. Махмуд шаққада. Шаққа деген бізде квартира. Шаққа бізде квартира. Бастаймыз, бисмилла. Айтып жатыр автор Тарақа Махмудун баба шаққати Абдир-Рахман деп жатыр. Тарақа деген яғни қақты, есікті тықылдатып қақты. Тарақа Махмудун баба шаққати Абдир-Рахман. Махмуд Абдир-Рахманның квартирасының есігін қақты. Махмуд Абдир-Рахманның квартирасының есігін қақты. Абдир-Рахман айтады: Мән ат-тариқу? Мән ат-тариқу? Яғни есікті қағушы кім? Есікті қағып жатқан кім? Махмуд еді: Ана Махмудун Абдул-Карими. Мен Махмуд Абдул-Каримін деп жатыр. Яфтаху Абдир-Рахман il-баба. Абдир-Рахман есікті ашып жатыр. Яфтаху бұл осы шақта болып жатқан етістік. Яфтаху Абдир-Рахман il-баба. Абдир-Рахман есікті ашып жатыр. Ва юсаллиму аля садиқихи. Досына сәлем беріп жатыр. Ва юсаллиму аля садиқихи. Досына сәлем беріп жатыр. Абдир-Рахман айтады: Ахлан ва сахлан, мархабан бика. Яғни мынау жалпы айтқанда қош келдің. Кайфа анта я ахи? Я ахи деген яғни ей бауырым, кайфа анта, қалайсың сен? Махмуд айтады: Би хойрин вальхамдулиллах. Альхамдулиллах, жақсымын. Ва кайфа анта? Сен қалайсың? Абдир-Рахман айтады: Альхамдулиллах, жақсымын. Кунту маридан. Ауырып жатқан едім. Ауырып жатқан едім. Кунту марид, яғни ауру болдым, ауырып жаттым. Валам азхаба илайка фил матари. Саған аэропортқа бара алмай қалдым. Лам азхаб деген бармадым. Ауырып қалған едім, саған аэропортқа бармадым. Ана асифун. Асиф деген яғни кешірім сұраймын. Ана асифун, мен кешірім сұраймын. Махмуд айтады: Шафакаллах. Аллах Тағала шифа берсін саған. Альхамдулиллах. Альхамдулиллах. Васалту би суратин. Тез жеттім. Васалту би суратин. Би суратин яғни тез. Тез арада жеттім. Шукран лака. Саған рахмет. Абдир-Рахман айтады: Иджлис я ахи. Ей бауырым, отыр сен. Анта таибун минас сафари. Сен сапардан шаршағансың. Таибун яғни шаршағансың. Анта сен. Минас сафари. Сапардан сен шаршағансың. Саужахизу лакал хаммама литагтасила. Саужахизу деген яғни дайындап беремін деген. Са яғни алдағы уақытта. Қазір саужахизу лакал хаммам. Хаммам деген яғни ванна. Саған ваннаны дайындап беремін. Не үшін? Литагтасила. Жуынып алу үшін. Сумаужахизу лака туаман. Сосын саған тамақ дайындап беремін. Махмуд айтады: Баракаллаху фик. Шаққатука джайидатун. Баракаллаху фик. Шаққатука джайидатун. Сенің квартираң жақсы екен. Абдир-Рахман айтады: Вафика баракаллах. Аш-шаққату фиха ғурфатан. Вафика баракаллах деген Аллах саған да Аллах Тағала береке берсін. Аш-шаққату фиха ғурфатани. Квартира оның ішінде. Фиха яғни оның ішінде ғурфатани, екі бөлме бар. Васалатун, және зал бар. Ва матбахун, және ас үй бар. Ва хаммамун, ванна бар. Ва шурфатун, және балкон бар. Махмуд айтады: Хаза джайидун. Бұл жақсы екен. Бұл жерде точкалық қойған. Хаза джайидун. Бұл жақсы екен.
هل تعرف شقة قريبة من هنا لأسكن فيها؟ هل تعرف деген білесің ба? هل تعرف сен білесің ба? شقة قريبة жақын квартира من هنا осы жерден. Не үшін? لأسكن فيها онда мен тұру үшін. Онда мен тұру үшін. Абдуррахман айтады, «Ускун маи, менімен бірге сен тұр. Менімен бірге тұр. Ана аскуну вахди ана. Мен қазір, ал-ана деген қазір, вахди деген өзім. Мен қазір өзім тұрып жатырмын». Махмуд айтады, «Жазакаллаху хайра». Жазакаллаху хайра, яғни Аллах Тағала сен жақсылықпен жазаласын. Айна усратука. Семьяң қайда? Отбасың қайда? Абдуррахман айтады, тазуру зауджи усратаха фил магриби. Зауджи, яғни әйелім. Тазуру зиярат қылып жатыр. Тазуру зауджи усратаха фил магриб. Усра бұл отбасы. Фил магриб, Марокко. Әйелім Мароккада өзінің төркінін зиярат етіп жатыр. Махмуд айтады, хасанан, жақсы. Абдуррахман айтады, иғтасил ауалан, бірінші жуынып ал. Сумма кул маи, сосын менімен бірге тамақ іш. Ванам жаййидан, сосын және жақсылап ұйықтап ал. Вағадан назхабу илал марказ. Ертең, ғадан деген ертең. Ертең назхабу, біз барамыз. Ертең барамыз илал марказ, марказға барамыз. Аллази адрусу фихи. Ол қандай марказ? Сондай марказ мен оқып жатқан. Адрусу фихи, яғни оның ішінде мен оқып жатқан марказға барамыз. Не үшін? Литусаджил асмака. Сенің есіміңді тіркеу үшін. Сенің өзіңнің есіміңді тіркеу үшін. Махмуд айтады, жазакаллаху хайра. Ал-калиматул джадида, жаңа сөздер. Иқра вактуб, бұны дәптерлеріңізге жазып аласыздар және жаттайсыздар. Ал-калима жам'уха, сөз және оның көпше түрі. Ал-калима жам'уха, сөз және оның көпше түрі. Шаққа квартира, шуқа квартиралар. Бариқун қағушы, бариқуна қағушылар. Есті қағушылар. Матбах бұл асүй, мапабих асүйлер. Шурфа бұл балкон, шуруфат балкондар. Садиқ бұл дос, астиқа достар. Салатун бұл зал, салат залдар. Хаммамун бұл ванна, хаммамат ванналар. Таамун бұл тамақ, атиматун бұл тамақтар. Ал-аф'алу джадида, жаңа етістер. Иқра вактуб, оқы және жаз. Ал-мади вал-мудари вал-амр және мастар. Өткен шақ, осы шақ, бұйрық және сөздің түбірі. Ал-мади, өткен шақта сәллама, сәлем берді. Юсәллиму, сәлем беріп жатыр. Юсәллиму, сәлем беріп жатыр. Сәллим, сәлем бер. Тәслим бұл сәлем. Тәслим бұл сәлем. Джахаза бұл дайындады. Юджахизу дайындап жатыр. Джахиз дайында. Тәджихиз бұл дайындау. Сәджада тіркеді. Юсәджилу тіркеп жатыр. Сәджил тірке. Тәсджил бұл тіркелу. Иғтасәлі жуынды. Яғтасилу жуынып жатыр. Иғтасил бұл жуын. Иғтисәл бұл жуыну. Истақбала қарсалды. Ястақбилу қарсалы жатыр. Истақбил қарсал. Истиқбал бұл қарсалу. Әкәлі жеді. Яқулу жеп жатыр. Кул же. Әкіл бұл жеу. Нама ұйықтады. Янаму ұйықтап жатыр. Нам бұл ұйықта. Наумун бұл ұйқы. Одан кейін. Истихтаму бa'ди калимати дарси фил Құран. Құрандағы келген кейбір сөздердің қолданысы. Истихтаму бa'ди калимати дарс. Яғни сабақтағы кейбір сөздердің қолданылуы Құрандағы. Аллах Тағала айтады Құранда, мына жерде астсызылған, сол астсызылған сөздерді біздер жаңа сабақта өттік. Уал малаикату ядхулуна алейхим мин кулли баб. Періштелер ядхулуна алейхим, оларға кіреді деп жатыр. Яғни жәннатқа кірген адамдарға кіреді. Мин кулли баб, бүткіл есіктен кіреді. Рa'д сүресінде 23-ші аят. Бізде баб деген бұл есік. Мин кулли баб, бүткіл есіктен періштелер кіреді деп жатыр. Одан кейін уайза маридду фахуа яшфини. Егер мен ауырсам, ол маған шипа беруші. Яғни Аллах айтып жатыр.
Яшфини бұл шипа беретін. Маған шипа береді. Шуара сүресі 80 аят. Одан кейін فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Егер сендерде кім ауру болса, немесе сапарда болса, сафар бұл жерде жаңа сабақта өттік. Анта та'ибу минас сафар деп. Соңғы аятта «Ускун анта ва заужукал жанна». Сен және сенің әйелің жәннатта тұрыңдар деп жатыр. Бұл жерде сәкана. Одан кейін «Лахиз истихдамал аф'алил атия». Келесі етістіктердің қолдануын мән бер деп жатыр. Тарақа бұл қақты. Мысалға, «Тарақту баба садиқи» болса, досымның есігін қақтым. Одан кейін «Ятруқул хаддадул хадида». Яғни темірді қыздырушы, темірді жасаушы адам темірді ұрып жатыр дейді. Сәмиа тыңдады. Сәмиату дарсал яума. Бүгін сабақта тыңдадым. Сәмиа Мухаммадун ли абихи. Мухаммад әкесіне құлақ салды, тыңдады. Сәмиату ан марказ либана. Ибана деген марказ туралы естідім. Сәджәлә бұл тіркеді. Мысалға айтылса, сәджәлә талибу исмаху фил марказ. Студент өзінің есімін марказға тіркеді. Одан кейін сәджәтту дарса хатта асмааху фил байт. Сабақты тіркедім, яғни записки жазып алдым, диктофонға жазып алдым. Хатта асмааху фил байт. Үйге барып тыңдау үшін. Үйге тапсырмалар. Ат-тадрибат тапсырмалар. Ат-тадрибул аувал бірінші тапсырма. Ихтарис сахиха. Дұрысты таңда. Міне жақшаның ішіндегі дұрысты таңдайсыз. Текстке қарап. Сәллама махмудун минба илама алама. Соны таңдайсыздар. Ат-тадрибус сани екінші тапсырма. Акмилин нақис. Кемшілікті толықтыр. Текстке қарап. Саужахизу лакал хаммама ли тағтасила. Текстке қарап. Ат-тадрибус салис үшінші тапсырма. Сил калиматил қаймати алиф бима юнасибуа фил қаймати ба. Яғни алиф тізбегіндегі сөздерді бә тізбегіне сай келетін байланыстыр. Мысалға, күнту маридон. Мысалға, мен ауру болдым. Одан кейін ат-тадрибу раби' төртінші тапсырма. Акмил хивара талия. Келесі диалогты толықтыр деп жатыр. Бұны өздеріңіз жазасыздар. Ат-тадрибул хамис бесінші тапсырма. Сил байна суали вал ижабати. Сұрақ пен жауаптың арасын байланыстыр дейді. Яғни мен жерде сұрақ қойған. Айна тақифул тайрату. Самолет қайда тоқтайды? Мысалға, сіз фильматор, аэропортта деп жазасыз. Осы стрелка қойасыз, осы бәрі қайсы сай келеді. Алтыншы тапсырма. Ат-тадрибус садис. Раттиб кама фил мисал. Мысалдағыдай реттестір деп жатыр. Мысалға, мен жерде сөздердің орнын шатастырып тастаған. Ал-баба Абдуррахман яфтах. Міне жауабы беріп тұр. Яфтаху Абдуррахман il-баба. Абдуррахман есікті ашып жатыр. Осылай мына шатастырып тастаған сөздерді жинайсыздар. Ат-тадрибус саби'. Жетінші тапсырма. Аджиб анил асилатил атия. Келесі сұрақтарға жауап бер деп жатыр. Мысалға, текстке қарап. Лимаза лам язхаб Абдуррахман илал матар деп жатыр. Абдуррахман аэропортқа неге барған жоқ? Жауабын жазасыздар. Келесі сабақта айтамын иншалла. Соңғы тапсырма. Ат-тадрибус самин. 8-ші тапсырма. Уктубил адада деп тұр. Яғни сандарды жаз. Біз араб тілінде сандарды өтеміз. Вахид жазылуы, сандардың жазылуы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мұны жазылулары. Айтылулары вахидун 1, ифнани 2, саласатун 3, арбаатун бұл 4, хамсатун бұл 5, ситтатун бұл 6, сабаатун бұл 7, саманиятун бұл 8, тисаатун бұл 9, ашарах бұл 10. Бұл араб тіліндегі сандардың жазылуы және айтылуы. Валлаху алам.